сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Күн ұзатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Достар, бүгін емес енді алдыңғы күндері Toka-Booka'da новый обновление шығыпты. Ол 1.85 версия. Соған бүгін обзор болады. Видео қызықты болады деп ойдамын. Ал бастайық. Көпшілігінің айтуы бойынша новый предмет шығыпты. Не осындай. Бұл өзі үйге ұстамайды, дала сияқты. Мен кірсем осындай қақпама бірдеңке тұр екен. Құстың суреті. Вау, бұл ашылып жабылады екен. Мен бұны көріп тұрғанда Play-Motus'тан жүктедім. Ары қарай барайық. Мына жер күшті сияқты ғой. Ағаштар тұр. Кең екен. Енді әрі қарай бармайды екен. Барады. Мен осы жаққа дейін тоқтайды. Бұл жақта өтетін көпір секілді бірдеңе тұр. Ал мына жақтан су ағып жатыр. Таныстырып болсам, енді жиһаздарынан көрейін. Бұл бөлмеден ештеңе шықпаған секілді. Тек далаға қатысты нәрселер шыққан секілді. Ештеңе шықпапты. Ал мына ваннаға келетін болсақ, мынандай 3 нәрсе шығыпты. Мынадан ештеңе шықпаған. Бұдан да ештеңе шықпаған. Бұдан да дым шықпаған. Бұдан да дым шықпаған. Енді кухняға баратын болса, холодильниктен ештеңе шықпаған. Бұдан да енді столдан біреу шығыпты. Ол осындай кішкентай сары стол екен. Ал енді орындықтан екеу шығыпты осындай. Ал тамақтан көретін болса, вау! Тамақтан мынандай пончик, кішкентай пончик, маршмеллоу, рулетка, мороженое, потом мынандай нәрселер бар екен. Так. Buradan müziği koyayım. Evet. Күшті көрініп тұр түрлері. Күшті екен тамақтары, енді сусындардан осындай 6-7 шыққан. Ал енді ыдыстардан тек осында шығыпты. Енді біз гостиный бөлмеге баратын болса, вау! Осындай отыратын нәрсе. Міне осындай нәрсе. Міне осында дала қоятын орындық. Бұның бәрінен отырады екен. Жарайды, басқасына барайық. Ал мынандай нәрседен дым шықпаған. Светтен дым шықпаған. Ал мынандай нәрселерден осында 2 нәрсе. Және ол осы 2 шықты. Мына қабайық. Гүлден енді осында 4 шықты. Ал коробкадан біреу шыққан екен. Әдемі эстетичный. Мысықтың заттан ештеңе шықпаған. Ал мына глобус тұрған нәрседе. Вау! Бұның не зат екенін мен біліп тұрмын уже. Түсінген шығарсыздар не зат екенін. Енді осындай заттар шығыпты. Теледидардан ештеңе шықпаған. Мынадан да шыққан сияқты, осы екеу шыққан сияқты. Ал мына қағаздан мынандай газет, потом мынандай бір жүріп тұрған қағаз шығыпты.
Жақсы, енді радиодан дым шықпаған. Мынадан дым шықпаған. Вау, мына қараңыздар, 2 велосипед. Күшті ғой мынау. Так. Күшті екен. Осында 2 велосипед шыққан, және андандай ойыншықтардан. Вау, шахмат. Мынандай ұшыратын жалпақ нелер болады, осындай нәрсе. Потом батпырақ. Так, батпырақ. Батпырақ. Нормально. Енді мына даладағы нелерге келетін болсақ, қандай контейнер нәрселерден осындай бар мусор шелек сияқты далада тұратын шелек шығыпты. Және осындай тастар 3 тас шығыпты. Мына сыртта тұратын машинеден осындай жаңағындай көпір сияқты бірдеңе. Және осындай мүсін. Және осындай далада тұратын свет. Сосын бұдан көп зат шығыпты. Су бұрқақ бар. Мынандай су бұрқақ бар. Және вау, күшті мынандай машине. Және мынандай машине шықты. Сосын далада тұратын осындай нәрсе шыққан секілді. Ал сосын болған сияқты. Ал мен адам ойда. Так, таста батпырақты. Не осындай нәрсе. Мысалға неаққа бірдеңкені іліп қояды. Қазір қақта кетті. Міне осындағы. Мысалы мынаны іліп қояды. Бүйтіп, неаққа тұрып, нәрселерін сата береді. Мынау есік ашылмайды екен. Жақсы, мынада сондай тұрып алып сата береді. Енді осындай заттар шығыпты. Ал мынандай нәрседен, так. Мынандай құстың мүсіні деймін. Осындай светтер ұстап жүретін. Мынандай су ағатын кран сияқты бірдеңе. Сосын мынаның не зат екенін түсінбедім. Мынау төсек па? Бұда отырады. Мынау пикникке алып шығатын төсеніштер емес па? Так, мынаны қолдан ұстатып қояйық. Күшті екен, бәрі ұнады маған. Енді мынандай бақаның мүсіні шыққан, потом болды. Даладағы гүлдерден мынандай шыққан. Және бұдан ештеңе шықпаған. Ал біздің аузорымыз аяқталды. Видео ұнаса, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сұрақ-жауап видеосы осыдан кейін шығады. Ал сау болыңыздар.